Жер бетіндегі ең қуатты армия мен номері бірінші экономикасы. Адамзат тарихындағы бұрын соңды болмаған ең ұлы мемлекет – Америка. Америка Құрама Штаттары өзінің әскери, саяси әрі экономикалық күшіне сүйене отыра, жер жүзінде өз билігін жүргізіп, қалаған мемлекеттің саясатын араласып, бірін қиратып, мұнайын сорып жатса, біріне ақша салып дамытып жатады. Көптеген елдердің, әсіресе мұсылман елдердің соры болған бұл мемлекетті бірі жек көрсе, бірі тамсанып, сонда көшкісі келеді. Американың қазіргі өмірімізге қаншалықты әсер етіп жатқанын мына мысалдардан түсінуге болады. Жыл сайын несиеге болса да соңғы ақшамызға айфонымызды жаңартып тұрамыз. Бәріміз джинсы киеміз. Соңғы 10 жылда бургер жеп, кофе ішіп кеттік. Және бұның барлығын шетелден сол ақштың долларына сатып аламыз. Бұл жағдай тек қана біздің елімізде емес, бүкіл әлем бойынша солай. Кезінде Ұлыбританияның жай ғана отары болған Америка осы күйіне қалай жетті? Егер сіздерге де бұл сұрақ қызықты болса, арнамызға жазылып, бізбен бірге болыңыздар. Жер бетіндегі ең қуатты армия мен номері бірінші экономикасы. Адамзат тарихындағы бұрын соңды болмаған ең ұлы мемлекет – Америка. Америка Құрама Штаттары өзінің әскери, саяси әрі экономикалық күшіне сүйене отыра, жер жүзінде өз билігін жүргізіп, қалаған мемлекеттің саясатын араласып, бірін қиратып, мұнайын сорып жатса, біріне ақша салып дамытып жатады. Көптеген елдердің, әсіресе мұсылман елдердің соры болған бұл мемлекетті бірі жек көрсе, бірі тамсанып, сонда көшкісі келеді. Американың қазіргі өмірімізге қаншалықты әсер етіп жатқанын мына мысалдардан түсінуге болады. Жыл сайын несиеге болса да соңғы ақшамызға айфонымызды жаңартып тұрамыз. Бәріміз джинсы киеміз. Соңғы 10 жылда бургер жеп, кофе ішіп кеттік. Және бұның барлығын шетелден сол ақштың долларына сатып аламыз. Бұл жағдай тек қана біздің елімізде емес, бүкіл әлем бойынша солай. Кезінде Ұлыбританияның жай ғана отары болған Америка осы күйіне қалай жетті? Егер сіздерге де бұл сұрақ қызықты болса, арнамызға жазылып, бізбен бірге болыңыздар.